Саламатсыздар ма балалар? Саламатсызбы. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз қазақ хандығының құрылуы, Керей мен Жәнібек хандар. Жаңа тақырыпқа шолу жасамас бұрын, кіріспес бұрын біз өткен сабақтарға тоқталып өтейік. Өткен сабақтарда біз қандай ұғымдарды өттік? Қазақ сөзі немесе біздің мемлекетіміздің негізі болып табылатын Қазақстан еліміздің ұғымы. Қазақ сөзінің шығу тарихы туралы өткен болатынбыз. Жалпы қазақ туралы деректер қай кезеңдерде кестелі, ең алғаш деректерді? Сәл айтып өтсең, ең алғаш. 1245 жылы Араб Қыпшақ деректерінде еркін кезбе дерек көрсетілген. Дұрыс айтасың. Қазақ сөзі ең алғаш Египеттегі кодекс куманикс деп аталатын жазба деректерде, Араб Қыпшақ жазба деректерінен белгілі. Сол кезеңде қазақта еркін кезбе, қазақ сөзінде еркін кезбе деген ұғымды білдірген. Ал біздің қазіргі өмір сүріп жатқан мемлекетіміз Қазақстан деп аталады. Олай аталуының себебі неде? Айбек, қалай ойлайсың? Қазақ ұғымы халқымыздың атын білдірсе, ал Станлы парсы тілінен аударғанда Естан деген мағына береді. Ол Станлы мекені, жері деген мағына береді. Екі сөздің мағынасы қазақ елінің мағынасын береді. Дұрыс айтасың. Қазақстан жері, қазақ елінің мекені, қазақ жері деген ұғымды білдіреді. Біз міне енді қазақ сөзінің ұғымына өткен сабақтарда кең тоқталып өттік. Ал бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызға кіріспес бұрын біз өткен сабақтардағы тарихи процестердің негізін жете түсінуіміз керек. Ол үшін мен сендерге бейнебаян әзірлеп келген болатын. Осы бейнебаянға назар аударсаңдар. Хандығының құрылуы туралы айтпас бұрын мен ұлы Моңғол империясы мен Алтын Орданың ыдырауына біраз тоқталып келіп отыр. 13-ші ғасырдың аяғында ұлы Моңғол империясы Шыңғыс ханның ұлдары 4 ұлысқа бөлінді. Бұлар Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Төле ұлысы мен Үгедей ұлысы болды. Бұл ұлыстардың барлығы 200 жылдай әлемді басқарды. Содан кейін Шыңғыс ханның ұрпақтарының арасындағы араздықтар мен ішкі соғыстардың кесірінен ыдырай бастады. Алтын Орда шартты түрде 2 ордаға бөлінді. Ақ Орда мен Көк Орда. Жошы ханның кейін Батый хан Алтын Орданы басқарды. Ол Ресейді жаулап алып, оны Алтын Орданың вассалы етті. Алтын Орданың Ақ Орда соңғы ханы Барақ хан болды. Ол 1423-1428 жылы ел басқарды. Осы есімді есте сақтаңыз. Оның кім екендігін және оның қазақ хандарына қатысты туралы мен сізге бұл видеоның соңында тағы да тоқталып өтемін. 1420 жылдары Алтын Орда бірнеше тәуелсіз хандықтарға бөлініп кетті. Ұлы Орда, Сібір Ордасы, Қазан Ордасы, Астрахан Ордасы, Ноғай Ордасы мен Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығы немесе оны көшпелі өзбектер хандықты деп атаған дешті Қыпшақ жерін түгелдей дерлік қамтыды. Яғни Қазақстанның қазіргі аумағы Оралдан Балқашқа дейінгі жерлерде орналасты. Сонымен қатар бұл кезде Шағатай ұлысы да екі күшті мемлекетке Моғолстан мен Әмір Темір империясына ыдырады. Әбілқайыр хан 1487 жылы Ордаға соғыста жеңіліп, біраз жерінен айырылып қалды. Қаласы ортайып, хандық әлсірей бастады. Осыдан кейін Әбілқайыр хан дешті Қыпшақ жерінде мекендеген Қаңлы, Қоңырат, Қыпшақ, Найман, Маңғы, Ноғай секілді туыстас тайпаларға мал салығы, жан салығы секілді үлкен салықтар енгізді. Көшпелі халықтың негізгі кәсібі көшпелі мал шаруашылығы болғандықтан халық малсыз қырыла бастады. Көшпелі тайпалар арасында билеуші хан Әбілқайырға деген наразылық күшейе түсті. Осыдан кейін шамамен 1459-1460 жылдары Керей мен Жәнібек сұлтандар оңтүстікке шыңғысидтердің әзбесі мен алуыздығынан Әбілқайыр ханның қатыгездігінен зардап шеккен басқа да тайпалар оларға жол бойы қосыла берді. Осылайша олар 200 мың адамнан тұратын тайпамен Моғолстан жеріне қоныс аударды. Есенбұға ханмен келісімге келіп, батыс жетісу жерінен жер бөліп алды. Моғолстан
Қазақстанға қайры беретінде Керей мен Жәнібек Моғолстан жерін ойраттар, мөрінің ақырлары мен шибаниттердің шапқыншылығынан қорғауға уәде берді. Осылайша қоныс аударған тайпалардың барлығы өздерін қазақ деген жалпы атаумен атайды. Сөйтіп, 1465 жылы Қазақ хандығын құрады. Көшпенді халық ерікті түрде ашық дауыс беру арқылы Керей сұлтанды Ақкиізге көтеріп хан сайлаған. Болат ханның баласы Тоқтақияның немересі және Ақ Орданың ханы Орыс ханның шөбересі болып саналады. Қазақтың тұңғыш ханы болып Керей 1465 жылы сайланды. Мен сіздің назарыңызға мына нәрсеге аударғым келеді. Жалпы дала заңы бойынша хандар тек Шыңғыс хан ұрпақтары арасынан сайланады. Олар тағайындалмайды, тек сайланады және Ақкиізге көтеріліп сайланады. Қазақ ордасында өкілеттіктің ерекше түрі қалыптасқан. Қазақтардың әдет-ғұрпы бойынша әрбір жаңа хан көшпелі халықтардың көпшілігін таңдау бойынша олардың тек шығу тегіне емес, олардың нағыз көшбасшы ретіндегі қабілетіне, батырлығына, еліне деген сөзбеншілігіне байланысты Ақкиізбен хан көтерілетін болған. Біріккен Қазақ ордасының тарихында Керей ханнан Абылай ханға дейін 20 хан билік құрды. Олардың бәрі ашық дауыс беру, халықтың еркін білдіруі арқылы Ақкиізге көтеріліп отырды. Қазақ Мына бейне баянда көріп отырғандарындай, Қазақ хандығы құрылмасының бірнеше тарихи процесс болды. 13-ші ғасырдың басында қазіргі қазақ жерінде қандай империя өмір сүрді? Моңғол империясы өмір сүрді. 1227 жылы Шыңғыс хан өлгеннен соң сол империяның құрамындағы барлық жерлер Шыңғыс ханның балаларына иелік ретінде бөліп берілді. Шыңғыс ханның қанша баласы болды, балалар білесіңдер сендер? 4 баласы болды. Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Сол иеліктердің қазіргі қазақ жеріндегі, яғни Қазақстан жеріндегі көп жерлер осы 4 ұлыстың ішіндегі Жошы ұлысына тиесілі жерлер еді. Жошы дүниеден өткеннен кейін ол жерде Алтын Орда мемлекеті дүниеге келді. Алтын Орда мемлекеті жалпы тарихта Батый ханның кезінде Алтын Орда мемлекеті Батый ханның кезінде тарих сахнасына қатты шығады. Ондағы оқиға жаңа бейнебаяндарда көріп өттіңдер. Батый ханның Рус мемлекетін жаулап алды. Ол мемлекетті жаулап алып қана қоймай, бастал ел ретінде қарауы. Бастал ел дегенімізде ол сол елді өзіне салық төлеткізіп отыруы. Рус мемлекеті дегеніміз қазіргі қай мемлекет? Қазіргі Ресей мемлекеті. Батый ханнан кейін бұл өңірде, яғни Алтын Орда жерінде талас тартыстар бірінен соң бірі хандар отыра бастады. Хан тағына 20 шақты хандар отырды. Және де талас тартыстардың нәтижесінде Алтын Орда екі бірдей мемлекетке бөлініп кетті. Оның біріншісі Қазақ хандығының негізгі Қазақ хандығынан бұрын Қазақ хандығы сол хандықтың мирас қоры болып саналатын Ақ Орда хандығы болса, екіншісі Көк Орда. Ақ Ордада Барақтың кезінде белгілі бір өзінің шарттау шегіне жетті. Алайда Ақ Ордада да негізгі мәселе ішкі талас тартыстардың, билікке талас тартыстардың нәтижесінде бұл мемлекетте тарих сахнасынан жоғалып, сол кезеңдегі Алтын Орда иелігінде бірнеше мемлекеттер пайда болды. Ол қандай мемлекеттер? Ол бүгінгі біздің өтейде отқан тақырыбымыз Қазақ хандығының құрылуына байланысты мемлекеттер. Ноғай ордасы, Әбілқайыр хандығы, Моғолстан мемлекеттері. Енді бұл мемлекеттердің біздің өтейде отқан сабаққа қандай байланысы бар деп ойласаңдар, ең біріншіден Әбілқайыр хандығын атап өтсек. Қазақ хандығы, Әбілқайыр хандығы дегеніміз негізінен 3 ірі тайпалық одақтан тұрған. Оның біріншісі өзбек тайпалық одағы, екіншісі қазақтар, үшіншісі маңғыт жұрты. Осы 3 тайпалық одақ бір мемлекеттің құрамында өмір сүрді. Және де сол кезеңдегі Қазақстан жеріндегі тағы бір
мемлекеттің бірі Моғолстан мемлекеті еді. Және ноғай ордасы болатын. Осы мемлекеттердің бірігуі нәтижесінде біздің қазақ хандығы құрылған болатын. Ал енді сол тарихи процестерді біз кезең-кезеңмен өтсек, ең алдымен осы қазақ хандығының құрылуына байланысты біз тұлғаларға жеке тоқталып өтсек. Ең алғаш біз қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек хандар деп білеміз. Енді осы хандардың шежіресіне тоқталып өтсек. Керей мен Жәнібек хандар тарихтан белгілі, олар Шыңғыс ханның тақталарынан сендер көріп отыр ма? Шыңғыс ханның 4 ұлы болды тарихи деректерде. Жошы хан, Шағатай хан, Үгедей хан, Төле хан. Соның Қазақстан жеріндегі көп иелігіне қараған Жошы ханның ұлысы еді. Жошы ханнан кейінгі Жошы ханның бірнеше балдары болды. Соның баласының бірі Ақ Орданың ханы, немесе Алтын Орданың келу кезіндегі ханы Ұрыс хан болды. Ұрыс ханнан кейінгі билікке Болат хан мен Барақ хандар келді. Және осы Болат хан мен Барақ хан біздің қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек ханның арғы ата-бабалары. Жалпы Керей мен қазақ хандығының құрылымында ең алғашқы хан болып Керей хан есептелінсе, Керей ханнан кейін хандарына Жәнібек хан отырды. Және Жәнібек өткеннен кейін оның орнына Керей ханның ұлы Бұрындық хан отырды. Бұрындық ханнан кейін Керей ханның ұрпақтары хан тағына таласпады, және де олардан ұрпақтар да тарамады. Одан кейінгі Бұрындық ханнан кейінгі хан тағына, қазақтың ханның тағына Жәнібек ханның ұрпақтары келді. Мына жерде қарап отырсаңдар өте көп. Бұның бәрі әз Жәнібек ханнан тараған ұрпақтар. Оның ішінде сендерге белгілі Бұйдаш ханды білесіңдер сендер. Тәуекел хан, Есім хан, Шығай хан, Салқан Жәңгір, қазақтың ханы Абылай хан көптеріне аттары танысты. Осы 20-дан астам хандардың бәрі әз Жәнібек ханның ұрпағы. Бұл ханның не себепті әз деп аталды десеңдер, мына жерде көріп отырсыңдар, бұл әз деп жазып қойған. Әз сөзді арабтың әзиз деген ұғымынан шыққан. Әзиз деген сөз қасиетті Құранда бәрінен үстем деген мағынаны білдіреді. Яғни қазақ хандарының ішінде мемлекетті құруда, оны ұстап тұруда негізгі рөл атқарған. Яғни сол кезеңде қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған замандар болған хандардың бірі осы әз Жәнібек ханның кезеңі. Одан кейінгі кезеңде тағы бір біздің ханымызға әз жұрнағы қосылып айтылады, яғни әзиз жұрнағы. Ол әз Тәуке ханның заманында қой үстіне бозторғай жұмыртқалап бейбітшілік орнаған заман деп аталады. Тұлғалардың шежірелік бөлімімен таныстық. Ендігі кезекте біз осы хандардың қазақ хандығын құруын, яғни қазақ хандығын құрудағы рөлін анықтайды. Жалпы біздің қазақ хандығы тақырыбын оқулықта өтудегі негізгі мақсатымыз қазақ хандығы құрылуының тарихи маңызын анықтау. Яғни біздің мемлекетіміздің негізі болып табылатын қазақ хандығының тарихтағы рөлі қандай, ол қалай құрылды, басқа мемлекеттермен қандай сыртқы саясатты ұстанды деген сияқты мәліметтерді анықтауымыз қажет. Екінші анықтайтын мәселеміз қазақ хандығы тарихы туралы жалғыз дерек және алғашқы дерек болып саналатын Мұхаммед Хайдар Дулатидың тарихи Рашиди еңбегінің маңыздылығын түсіну болып табылады. Жалпы қазақ хандығының құрылуының алғышарттарына біз қазақ хандығы Әбілқайыр хандығының бөлінуін атаймыз. Әбілқайыр хандығы қалай бөлінді? Мен жаңа атап өттім, сендер естіп отырсаңдар, Әбілқайыр хандығы 3 бірдей таймалы одақтан тұрдық дедік. Қандай таймалы одақтан тұрдық дедік? Өзбек,
қазақ және маңғыт жоқтан табылды. Енді осы үш тайпа қалай бөлініп кетті Әбілқайыр хандығынан? Жалпы Әбілқайыр хандығы тарихи деректерде көшпелі өзбек мемлекеті, кейінірек қазақтар бөліне бастаған кезде көшпелі өзбек қазақтар деп те аталды. Оның бұлай аталуының себебі Алтын Орда ханы ислам дінін ең алғаш қабылдаған өзбек ханына байланысты еді. Сол өзбек ханының есімімен кейінірек сол Алтын Орданың мирасқоры болып табылатын Әбілқайыр хандығын өзбек хандығы деп өзге жұрттардың атауынан туындаған еді. Ендігі кезекте қазақ хандығының бөлінуін атап өтсек, жалпы қазақ хандығының Әбілқайыр хандығынан бөлінуі туралы Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди атты еңбектерінде көрсетеді. Онда хижраның 870 жылы, яғни мұсылманша жыл санауымен 870 жылы, ал қазіргі біздің жыл санауымызбен 1465 жылы Керей мен Жәнібек хан бастаған топ Әбілқайыр хандығынан бөлініп Шу мен Талас өңіріне қарай көшті делінген. Оның көшуінің басты себебі Әбілқайыр хандығының ішкі талас-тартыстары, сонымен қатар Әбілқайыр ханның билікке келуі, оның ішкі ордадағы, яғни тайпаларды билеуіндегі әділетсіздігі, соғыстағы, яғни ойраттармен болған соғыстарда соның ішінде қазақ тайпаларына алым салықтың көптеп салынуы еді. Ендігі кезекте біз Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр ханмен не үшін дұшпан болып, не үшін бөлініп кеткен жағдайларына тоқтала кетсек. Жалпы Әбілқайыр хан дала заңы бойынша хан тағына отырған адам емес еді. Дала заңы қандай болатын? Дала заңы бойынша қазіргі қазақ жерінде, яғни Ақ Орда мемлекеті ыдырағаннан кейін ол жерлерде жасы үлкен азамат, яғни Жошы ханның ұрпағынан тарайтын сұлтандар билікке келуі тиіс болатын. Сондай билікке лайықты хандардың бірі Керей мен Жәнібек еді. Алайда өзі 17 жасар болса да ақсүйектер мен шонжарлардың ықпалына сүйенген Әбілқайыр хан тағына отырады 17 жасар кезінде. Бұл сол кезеңдегі сұлтандардың ашу ызасын тудырады. Және де бұл сол мемлекеттің күйреуінің ең алғашқы алғышарттарының бірі еді. Екінші мәселе Әбілқайыр хан өте соғыс құмар хан болатын. Ол ойраттарға бірнеше мәрте жорық жасап, нәтижесінде ойраттардан өзі жеңіліп қалып отырған. Оның осындай жеңілістерінің бірі 1457 жылғы Сығанақ түбіндегі шайқас еді. Ол туралы тарихи деректерде мынандай дерек келтіреді. Мына жерде қазір қарап отырсаңдар. Тарихи деректерде ол 1457 жылы Сығанақ қаласы түбінде ойрат әскерінен ойсырата жеңіледі. Осы жеңілістің нәтижесінде ол ойраттармен келісімге келеді. Келісімде, яғни сендерге түсінікті олар, ол жеңген әскерге алым салық төлейді. Соның нәтижесінде Әбілқайыр хан ойраттарға алым салық төлеуге келіседі, яғни салық төлеуге келіседі. Ол салықты қайдан өндіріп алады? Әрине өзінің халқынан. Соның ішінде осы соғысқа қатыспаған Керей мен Жәнібек сұлтанды жақтаушы топ, яғни Керей мен Жәнібек сұлтанды жақтаушы тайпалардан өндіріп алады. Сол кезеңде жан салығы, мал салығы деген ұғым пайда болды. Мал салығының не үшін жан салығы деп аталуына тоқтала кетсек, көшпелілердің негізгі шаруашылығы, сендер білесіңдер, қандай шаруашылық еді? Мал шаруашылығы. Яғни 4 түлік мал шаруашылығымен айналысты. Егер де олардың ішіп отырған, ішсе, сусыны жесе, тамағы болып есептелетін, ал мінсе көлігі болып есептелетін малынан айырса, олар өзінің күнделікті өмірін, яғни өмір сүруге мүмкін емес жағдайға келетін еді. Осындай жағдайға байланысты жергілікті тайпалардың, ру басылардың арасында Әбілқайыр ханға алым салыққа байланысты көптеген өшпенділіктер пайда болды. Және де бұл өшпенділіктер олардың Керей мен Жәнібек сұлтанның маңайына топтасуына алып келді. Осының нәтижесінде
1457 жылғы сығанақ түбіндегі шайқастан кейін Әбілқайыр жеңілгеннен соң жалпы басқа хандықтардың арасындағы өзінің хандық абыройын, яғни Әбілқайыр хандығының абыройын шашып, сол жердегі саяси маңызда өте төменгі жағдайға алып келеді. Сөйтіп 1457 жылы Керей мен Жәнібек сұлтан бастаған топ Әбілқайыр хандығынан бөлініп, өзіне ерген халықты Шу мен Талас өңіріне көшіп алып келеді. Және де осы бөлінуге алып келген тағы бір негізгі себеп Қара Қыпшақтың ішінде Қобыланды деген батыр болады. Сол батырдың Арғынның Ақжол атты биін қастақана өлтіріп қоюы бұл оқиғаға, яғни қазақ сұлтандарының Әбілқайыр хандығынан бөлініп кетуіне негізгі себеп болады. Жалпы Қара Қыпшақ Қобыланды батыр сол кезеңдегі саяси мәселелерде Әбілқайыр ханның жақтаушысы болған, ал Ақжол би халықтың сөзін сөйлеп Арғын тайпасының өкілі болған. Осы екі арадағы кикілжіңнің нәтижесінде Ақжол би бөліп, қазақ хандығының бөлінуіне тағы бір себептер болды. Жалпы Шу мен Талас өңіріне келген қазақ хандығының алғашқы хандары Керей мен Жәнібек онда не істейді? Сендер білесіздер, мемлекет жері жоқ хандық ешқашан мемлекет бола алмайды. Ал өзіне тұрақты жер сайлау үшін Керей мен Жәнібек хан Моғолстан ханы Есен Бұғаның алдына жер сұрап келеді. Ондағы негізгі мақсат өзінің аз ғана көшіп қонған халқын тұрғылықты мекені бар, тұрғылықты жері бар мекенге айналдыру керек еді. Сол мекенге айналдыру үшін ол Есен Бұға ханынан жер сұрады. Есен Бұға хан Керей мен Жәнібекке Шу мен Талас өңірінен, және сол Шу мен Талас өңіріндегі Қозыбас тауының маңайында Керей мен Жәнібекке сонда тұрақты түрде тұру үшін оларға мекен берді. Оларға мекен беруінің негізгі себебі бірнеше себептер болды. Ол себептерді атап өтсек. Бірнеше себеп болды. Бірінші себебі Есен Бұғаның сол кезде солтүстіктегі көшелердің жылжуына қарсы тұруға мүмкіндігі болмады. Не себепті? Өйткені Моғолстан жері, сендер Моғолстан хандығын өткенде мен сендерде картада көрсеттім. Моғолстан хандығы қазіргі Жетісу жеріндегі хандық. Яғни олардың аумағы өте кішкентай және де әскер саны басқа өзімен көршілес хандықтарға қарағанда өте аз болды. Және олар өз елін қорғау үшін үздіксіз соғыс жүргізіп отырды. Және осындай соғыста өзімен одақтас мемлекетті іздеді. Сол одақтас мемлекет ретінде Керей мен Жәнібектің өзінің шекарасына келуін олар қуана қарсы алды. Яғни өзіне одақтас мемлекет табылды. Және сол одақтас мемлекет ретінде оларға өзінің шекарасынан орын берді. Оның екінші жағы да бар еді. Өз шекарасынан, өз жерінен олардың жер беруінің. Екінші жағы, яғни біздің мемлекетімізді қорғайтын бірінші қалқан, бірінші әскер, мемлекетімізді қорғайтын әскер болады деген секілді мақсатта оларға жер берді. Есен Бұға өзінің иеліктерін қазақ сұлтандарының Әбілқайыр ханнан және ойраттардан қорғай алатынына сенді. Үшіншіден, Есен Бұға өз билігін нығайту мақсатында Керей мен Жәнібектің келуін жақсылыққа жорыды. Жалпы қазіргі кезеңдегі Жамбыл облысындағы Қозыбас тауының бейнесі ол кезеңде де осындай бейнелер болды деп есептеймін. Осы өңірге ең алғашқы қазақ хандары өзінің туын тікті. 1457 жылдың соңына қарай Керей хан осы Қозыбасы ордасында, яғни Қозыбасы тауының төңірегінде ақ киізге отырылып хан сайланды. Яғни ежелгі Шыңғыс ханның ұрпақтарының дәстүрлері бойынша ақ киізге көтеріліп хан сайланды. Жалпы
Керей ханмен бірге біз қазақ хандығының құрушы ретінде Жәнібек ханды да танимыз. Жәнібек хан не үшін отырмады бұл хандыққа? Жәнібек ханның Әз-Жәнібек те аталуының себебі сондай еді. Ол өзінің ағасы Керей ханға, өзінен 3 жас жоғары Керей ханды хан тағына отырғызды. Себебі ол дала заңына жүгінді. Дала заңы бойынша жасы үлкен адамды билікке қою Шыңғысхан ұрпақтарының тектілігін білдіреді. Яғни оның көрегенді саясатын білдіреді. Осындай саясатпен ол өзінен 3 жас қана үлкен болса да Керей ханды хан тағына отырғызды. Керей хан дүниеден өткеннен кейін Жәнібек хан тағына отырды. Және де ол 1470 жылдарға қарай Шығыс Дешті Қыпшақ қаласына шабуыл жасап, Әбілқайыр ханға тиесілі бүкіл Дешті Қыпшақтың бүкіл тайпаларын қазақ хандығына қосып алды. Сөйтіп, қазіргі Қазақстан территориясының көп бөлігіне жуық жерде қазақ хандығы деген хандық құрылды. Бұл оқиғалар тарихи Рашиди еңбегінде 1465 жыл деп көрсетіледі. Яғни 1465-66 жылдары тарих сахнасына қазақ хандығы деген атпен жаңа мемлекет келді деп көрсетіледі. Және де енді бұл жерде біз Әбілқайыр ханды атап өтпедік. Әбілқайыр хан жаңа айтып өткен өзінің құрамындағы тайпалардың барлығы қазақ хандығының құрамына өтіп кетті. Енді Әбілқайыр хан қайда қалды десеңдер, Әбілқайыр хан өзінің мемлекетінің күйреуіне, яғни өзінің мемлекетіндегі көптеген халықтың барлығының Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған топқа көшуіне Керей мен Жәнібек хандарды кінәлады. Яғни осы сұлтандардың кикілжің дауларының әсерінен менің мемлекетім күйреді деген сылтаумен 1468 жылы ол қазақ хандығының ордасына, яғни Керей мен Жәнібек қоныстары орныққан жерге шабуыл жасамақшы болады. Алайда өзінің әскерімен жорыққа келе жатқан ол жолда белгісіз бір ауруға ұшырап, сол жерде 1468 жылы дүниеден өтеді. Сонымен Әбілқайыр хандығы да тарих сахнасынан солай жойылады. Ал оның құрамында қалған аз ғана тайпа өкілдері бір тайпалар ойраттардан ойсырай жеңіліп жоқ болып кетсе, мәселен маңғыт тайпаларының көпшілігі ойраттардан жеңіліп тарих сахнасынан жоғалып кетті. Ал қалған өзбек тайпалары қазіргі Өзбекстан жеріндегі Тимуриттер құрған, яғни Әмір Темір құрған мемлекеттің құрамына барып қосылып кетті. Және де сол Тимуриттер мемлекетіндегі билік басында отырған адамдарды биліктен ығыстырып, сол жерде қазіргі Өзбекстан мемлекетінің негізін құраған сол хандар. Қарап отырсаңдар, біздің Өзбек хандығы мен Қазақ хандығының халқы кезінде бір халықта өмір сүрді. Өте жақын халық болды. Енді жаңа Әбілқайыр ханның ауырып қайтыс болғандығы туралы қандай деректерді келтіреді десеңдер, бұл тарихшы Махмуд бин Ибн Уәлидің шығармасында айтылған. Ғалымдар түрлі тарихи шығармаларды жинастырып, сонда қазақ хандығы туралы деректерді, оның құрылу кезеңіндегі деректерді жинастырған. Сол кезеңде Әбілқайыр ханның дүниеден өткендігі туралы қандай дерек бар екен? Соны толық оқып өтсек мына. Міне мұнда Ахмет ибн Уәли былай айтқан: көп әскер жиналғаны соншалық бүкіл дала салт аттылардың мұндай санына таршылық еткендей болды. Әскер Жетіқұдық мекеніне келіп тоқтаған кезде нөсер жауын құйып қалың қар түсті. Оның соңы қатты аязға ұласып,
Әбілқайыр әскерінің іс-қимылын тежеді. 1468 жылы Әбілқайыр ауырып қайтыс болды. Кітаптарындағы Әбілқайыр ханның ауырып қайтыс болғандығы туралы дерек осы шығармадан алынған. Жалпы біздің қазақ хандығының құрылуы туралы, яғни оның жаңа біз айтып өткен 1465 жылы тарих сахнасына шығуы, 1457 жылы Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр хандығынан бөліп Шу мен Талас өңіріне, Қозыбас тау өңіріне жайғасуы бір ғана шығармада келтірілген. Ол тарихи шығарма тарихи Рашиди деп аталады. Жалпы тарихи Рашиди еңбегі бұл еңбекті Моғолстандағы белгілі ғалым Мұхаммед Хайдар Дулати жазған. Мұхаммед Хайдар Дулати еңбегінен біз кішкене үзінді келтірсек. Ол кезде дейді, Дешті Қыпшақта Әбілқайыр хан билік етті. Жәнібек пен Керей одан кетіп, Моғолстанға келді. Есенбұға хан шын көңілмен қарсы алып, оларға Шу мен Қозыбас аумағын берді. Олар осында болған кезде Өзбек ұлысы Әбілқайыр хан өлгеннен кейін Әбігерге түсті. Онда үлкен шырқыстар басталды. Әбілқайыр ханның қол астындағы адамдардың үлкен бөлігі Керей мен Жәнібек хандарға қосылды. Осылайша олардың маңына жиналған адамдардың саны 200 мыңға жетті. Олар өзбек қазақтар деп аталды. Қазақ сұлтандарының билігі 870 жылдан басталады. Яғни қазіргі біздің жасамамызбен есептесек 1465 жыл. Кітаптағы дерек осы тарихи түп деректен алынған. Қайдан шықты десеңдер. Жалпы Жәнібек хандар туралы, Жәнібек пен Керей хандар туралы Махмұд ибн Уәлидтің дерегі келтірген. Жәнібек пен Керей хандар сол аумақта ұзақ тоқтаған кезде Әбілқайыр ханды ұнатпаған адамдардың қай-қайсысы болсын олардан пана тапты. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осы жерде бірнеше тапсырмалар орындайды. Бірінші тапсырма: қазақ хандығының құрылуының алғышартын көрсетіңіз. Кәне ізденеміз. Кім айтады? Шын деген мәдениеті жағынан түрлі қағидаты бірігуі нәтижесінде болды. Бұл бірінші алғышарт болып табылды. Екінші алғышарт қандай болды? Қандай мемлекеттер әсер етті қазақ хандығының құрылуына? Қазақ халқы мемлекетінің дамуына Аңғолдар, Моғолстан, Әбілқайыр ханның сосын Ноғай ордасы әсер етті. Дұрыс айтасың. Қазақ хандығының құрылуына Моғолстан, Ноғай ордасы, Әбілқайыр хандықтарының ішкі сыртқы саяси мәселелері түрткі болды. Екінші кезектегі тапсырмаға орын берейік. Мына кестедегі сөйлемдерді дұрыс нұсқамен сәйкестендірейік. Кәнекей дәптерлерімізді алып, мына кестені сызып, тапсырманы орындайық.
Tapsırmani orundap bolganlarınız var mı? Kim orundap boldu? Hakim Bey. Tapsırmağından beri Kazak Xanlığının kuruluğu кезінде 15-ci ғасырдың екінші жартысында Құлдырауды бастан кешірген екі мемлекет. Дұрыс. Қазақ мемлекетінің құрылуы қандай сұлтандардың есімдерімен байланысты? Әбілқайыр ханның билігінің құлдырауына және Керей мен Жәнібектің көшіп келуіне не себеп болды? Екінші себеп тағы қандай себептер болды? Салық төлеуінде болды. Салықтың көптеп төленуі. 1465 жылы қазақ хандығы қай өңірде жарияланды? Қай тарихи деректе жазылды? Жалғыз ғана дерек бар, иә? Жауаптардың дұрыс пе? Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін біз шағын ойынын ойнайық. 5 күнге бұйрат деген ойын әзірлеп білгенмін. Қазақ хандығының құрылған жылы. Мен қазір жауаптарды айтамын, сендер өздерің бар айтамыз, иә? Кезекпен айтайық, арайсыңыз. Жауап дұрыс болса, жасыл түс жанады. Дұрыс емес болса, қызыл түс жанады. Қазақ хандығының құрылған жылы. А варианты 1465-66. А варианты 1428-1468. Б варианты 1428-29. В варианты 1991. Дұрыс мы? 1465 жылы 1666 жылы. Қандай деректе айтылды ол? Тарихи кешен. Дұрыс екен жауабыңыз, да? Жасыл түс жанады. Келесі сұрақ. Керей мен Жәнібек бөлініп кеткен хан. Ноғай ордасы, Алтын Орда, Әбілқайыр хандығы, Моғолстан. Кім нәрсе? Бұл вариантты. Дұрыс деген жауабы. Керей мен Жәнібек сұлтандарға Моғолстан ханы Үзен Бұғаның берген жері. А варианты Көкжиек аймағы, Ә варианты Түркістан маңы, Б варианты Шу маңындағы қосыласы, В варианты Ыстықкөл. Кәнеге сәл? Қазақ хандығының құрылуы туралы жазылған жалғыз тарихи дерек. Замир ат-Тауари, Тауари Қаза, Грекия моңғолдың перзентесі. Кім жауап? Б вариантына жауап беріңіз. Қай вариант? Б вариантына. Үзілмес деген, иә? Қай вариант екен, кім біледі? Ә вариант, иә? Біздің Рауан сабақ тыңдамайды деген сөз,
Қолданыңыз. Қай вариант? Бұл вариант. Әз жәнібекте әз кәуге ғана. Сол вариант. Дұрыс. Қазақ хандарының қайсы ханнан басқалары әз жәнібек ханнан тарайды? Бұрындық хан, Есім хан, Қасым хан, Тәуекел хан. Кәнәлібек қай хан? Қасым хан ба? Қасым хан қай хан ұрпағы? Жәнібек хан ұрпағы ма? Жоқ, қарасайсың, сұраққа назар аудар. Қайсы ханнан басқалары әз жәнібек ханнан тарайды? Қайсы? Бұрындық хан ба? Бұрындық хан екен, не жауабы? Керей мен Жәнібек хандар қай Ағорға ханның ұрпағы? Мамай, Мұса хан, Ұрыс хан, Едіге. Асылдас. Сол вариантты Ұрыс хан. Ұрыс хан. Ұрыс дегенде жауабы жарайсың. Тарихи Рашид шығармасы қай жылдар аралығында жазылды? 1455, 1465, 1474, 1475, 1544, 1546 және 1480. Кәне айтып? Бұл варианты 1480 ба? Бұл варианты ма? 1544, 1546. Дұрыс. Жарайсыңдар. Әбілқайырдың ойраттаған ойсырай жеңілген уақыты 1465 жыл, 1440 жыл, 1450 жыл, 1428 жыл. Кәне айтам? 1428 жыл. Дұрыс, жарайсың. 1457 жыл. Керей мен Жәнібекті қолдаған Моғолстан ханы. Яғни қолдаған Әлбек. Есен болған. Сөз айтасың, Есен болған. Тоғызды кімге береміз? Кім көп сұраққа жауап берді? Айшаға береміз ба? Айшаға бүгін 5 баға қойыңыз онда, иә? Көп үздік болған. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, біз қазақ хандығының құрылуының тарихи маңызын анықтадық дедік, иә? Түсіндіңдер ме қазақ хандығының құрылуының тарихи маңызын? Келесі кезекте сендер осы сабақта түсінгендіктерің туралы кері байланыс жасайық, иә? Бұл сабақта оқып біз нені білдік? Әбілқайыр ханның еңіп кеткендігі. Тағы қандай нәрселер білдік? Нені түсіндік бұл сабақта біз? Бұл жерде қазақ мемлекеті құрылуы түсіндік. Тағы да қазіргі Қазақстан қай хандықтың мирасқоры болып танылды? Бүгінгі тақырыбымыз қандай? Қазақ хандығының мирасқоры болып танылды. Түсінемін және қолдана аламын. Нені түсінеміз бұл сабақта біз? Нені
түсіндік? Қандай тарихи деректерді, қандай шығармалар түсіндік? Қазақ хандығы туралы ең алғаш жазған жаңағы Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи Рашиди» атты кітабы. Түсіндім, және ол одан алдым. Иә. Басқа біреуді үйрете аламын. Неге үйрете аламыз біз? Қазақ хандығының қай жылы құрылғанын? Қай жылы құрылған қазақ хандығы? Оның алғашқы хандары кімдер болды? Рахмет. Міне бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үй тапсырмасына елбасымыздың осы қазақ жерін не себепті ұлы дала мемлекеті деп атағандығын шағын эссе ретінде мәтін қылып эссе ретінде жазып келіңдер. Жарай ма?